Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Мен тауға барамын». Сабақтың мақсаты хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және тиісінше іс-әрекет жасау, қимыл, ым-ишараны қолдану. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Есте сақтап, дәптерлеріне жазып қойыңдар. Саяхат, саябақ, барамын, бармаймын, қайда? Тағы бір қайталап шығайық. Саяхат, саябақ, барамын, бармаймын, қайда? Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мен мектепке барамын. Мен тауға барамын. Мен саябаққа барамын. Есте сақта. Тауға барасың ба? Иә, барамын. Жоқ, бармаймын. Екінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Мектеп, тау, саябақ. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Сен қайда барасың? Мен тауға барамын. Сен қайда барасың? Мен мектепке барамын. Сен қайда барасың? Мен саябаққа барамын. Төртінші тапсырма. Тыңда, үлгі бойынша сөйле. Мынау мектеп. Мен мектепке барамын. Мынау саябақ. Мен саябаққа барамын. Мынау тау. Мен тауға барамын. Нөмір 2-ші дәптердегі 3-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма. Суретке қара. Бұл не? Бірінші әріпті жаз. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Жаз. Бұл не? Үшінші тапсырма. Тыңда, суретін сал. Мынау тау. Мен тауға барамын. Мынау мектеп. Мен мектепке барамын. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.